Ассалаумағалейкум достар, мен Алибек, бұл Техноказ арнасы. Бүгінгі обзорда 2020 жылы бюджетный сегментте қарсыластарын айырып тастаған Samsung Galaxy A51 жайлы болмақ. Samsung Galaxy A51 осы жылдың 7 қаңтарында қалың бұқараға ұсынылып, оның бастапқы бағасы ретінде 370 евро деп ұсынылған еді. Бірден табиғи сұрақ туындауы мүмкін. Ол 370 евро тұрып, қалай бюджетный сегментке кіре алады деп. Айтайын. Уақыт өтті, баға түсті. Қазіргі таңда Samsung Galaxy A51-дің бағасы 230 евро, яғни 108 мың теңге шамасында. Сыртқы панель. Сыртқы панеліне келетін болсақ, сырты толық пластиктен жасалған. Пластиктен болғанымен өте сапалы, артық дыбыстар беріп мазаңызды алмайды. Ал алдыңғы жағына келетін болсақ, өте қызық. Өйткені экранға келген кезінде кәрістер аянбаған. 6,5 дюймді Full HD Plus разрешениемен Super AMOLED экран орнатылған. Ол Samsung-тың флагмандық сериядағы телефондарымен деңгейлес десе де болады. Фишкаларынан Always On Display функциясы бар. Процессор. Бұнда процессор орнын Samsung Exynos 9611 иелеп тұр. Өткен видеода байқаған болсаңыздар, Samsung Galaxy A50 телефонында Samsung Exynos 9610 процессор орнатылған еді. Айырмашылығы бір ғана. Камерада 48 мегапиксельге дейін көтере алуы. Ешқандай да ядердің частотасында, энергоэффективтілігінде, графикалық ядерінде айырмашылық жоқ. Бұл чип ойында ультра сапада максималды түрде 30 FPS ғана бере алады. Динамик жайлы бұнда көп айтудың қажеті жоқ. Ол бюджетный сегмент үшін орташа деңгейде. Слот бірден 2 сим-карта және флешканы салып жүруге мүмкіндік бере алады. Интерфейс. Телефон сатып алғаннан бастап 9-шы Android версиясымен келеді. Айта кеткен жөн, ол 2 жылға дейін жаңа Android версиялармен қамтамасыз етіп отырылады. Разблокировка экраны. Samsung Galaxy A51-де бұның екі түрі бар. Бірінші, экранға орнатылған қолдың ізімен ашатын сканер. Екінші, адамның жүзімен ашылатын функция. Енді ең қызығы, камерасы. Арқа жағына келетін болсақ, 48, 12, 5 мегапиксельді камералар орнатылған. Олардың жарық күші 2:0. Онда кең бұрышты және ультра кең бұрышты функциялар бар. Алдына 32 мегапиксельді камера орнатылған. Аккумулятор. Бұнда литий-ионды 4000 мАч-ті Li-Line батарея орнатылған. Оның жұмыс істеу уақыты сіздің қолданғаныңызға байланысты. Орташа деңгейде қолдансаңыз 1 күн, активті қолданыста жарты күнге жетеді. Енді толық ойымды айтсам, жалпы маған телефон ұнады. Жақсы камера, көлемді аккумулятор, жақсы материалдар. Талдау бізден, таңдау сізден әрине. Егер видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым не туралы болғанын қалайтын едіңіз? Комментарийге қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше, қош, сау. Get you right, shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my